Жөтелсеңіз, пияз жеңіз. Күзгі ауа райының қолайсыздығы жұртты әбіржітіп жіберетіні рас. Әсіресе тұмау жұқтырып алсаңыз қиын-ақ. Ал егер балаңыз жөтелетін болса, ғасырлар бойы тәжірибеден өткен ем-домды қолданып көруге болады. Кешкісін үлкен бір пиязды алып, ұсақтап турап, 2 ас қасық қант салып қояды. Таңертеңгілік дәрі дайын. Күні бойы бала тәтті пиязды сөлмен қоса біртіндеп жеп тауысуы керек. Егер мүлде жегізе алмағандай жағдайда, тым болмаса шырынын ішкізу керек. Осылай бірнеше күн емдесе, бала тез-ақ сауыға бастайды. Енді тағы бір амал. Пияздың сөлін теңбе-тең етіп, балмен араластырып беріңіз. Бұл салқын тигеннен болған жөтелге, бронхитке, көкжөтелге де жақсы. Шомырдан, яғни редькадан жасалған дәрі жөтелді жұмсартып басады. Домалақ қара шомырды таңдап алып, тамыры болғаны жақсы. Жоғарғы ұшы жағын кесіп алып тастап, ішін 3-тен 1 шамада кеулеп ояды. Осы шұңқыршаға бөлінетін шырынына да орын қалатындай етіп бал салады. Шомырды тамыры батып тұратында су құйылған стаканға салып қояды. 3-4 сағаттан соң сөлі жиналса, кейін балаға соны ішкізеді де орнына қайта бал салып қояды. Баланың өкпесі әлсіз болса, жөтеліне мынадай ем жасау керек. 2 шай қасық сары май, шикі 2 сары уыз, 1 қасық ұн немесе крахмалға 2 ас қасық балды араластырып, күніне 4 мезгіл береді. Жөтел көбіне таңертең күшейетін болса, сарымсақ тұнбасына қою, қант сіресі мен аздап крахмал қосып, ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден аш қарынға аздап жеу керек. Ал жөтел жатарда мазалайтын болса, 2-3 тамшы, бұдан асыруға болмайды. Йод тұнбасын қосып, 1 стакан ыстық су ішіп жату керек.